Баршаңызға сәлем көрермендерім. Бүгін сіздерге қайнатпай жасалатын тосаптың қарапайым әрі пайдалы әдісін көрсетемін. Жемістер мен жидектерді қайнатпай, олардың барлық дәрумендерін сақтап, қысқа сақтауға болатынын сіз білетін бе едіңіз? Бұл тәсілдің артықшылығы: бірінші, уақытыңызды үнемдейсіз. Екінші, жемістің табиғи дәмі менен түсі жоғалмайды. Үшінші, жасап алу өте оңай. Жазда ыстық күні пештің қасында қайнатып ұзақ тұрмаймын десеңіз, осы видеоны көріңіз. Бірінші кезекте барлық жемістерімізді жақсылап жуып аламыз. Жемістің үстіне бір ас қасық ас содасын салып, толтыра үстінен су құйып, тап-таза қылып, 2 қайтара су құйып жуып аласыздар. Ендігі кезекте бізге керегі 4 тал апельсин, 3 тал лимон. Бұл жемістерді де жақсылап жуып аласыздар. Үстіне бір ас қасық ас содасын салып, үстіне толтыра суын құйып, жақсылап жуып аласыздар. Ары қарай осы жемістеріміздің барлығын 4 бөлікке бөліп, ортасындағы артығын алып, дәнектерінен тазалап, ет тартқыштан тартып алуға дайындап аласыздар. Міне, құрметті көрермен, осындай ет тартқыштан тартып аламыз. Менде ет тартқыштан тартып жатқан жерім түспей қалған екен. Оны меніңше барлығымыз білеміз. Енді осы тартып алған жемістеріміздің барлығын біріктіріп, біркелкі болғанша жақсылап араластырып аласыздар.
Міне құрметті көрермен, өстіп тартып дайындап алған жемісіміздің үстіне қантын қосамыз. Қанттың қанша кеткенін және басқа жемістерінде қанша қосқанымды видеоның астындағы описанияға жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап көріп жасаңыздар. Енді осы қантымыз әбден жемістерімізбен бірге араласып, толықтай араласқанша жақсылап араластырамыз да 10 минутқа қоя тұрасыздар. Міне достар, осындай 10 минуттай уақыт өткеннен кейін тағы да бір қабат жақсылап араластырып жібересіздер де өздеріңіздің алдын ала дайындап қойған ыдыстарыңызға құя бересіздер. Кез келген ыдысқа құйып тоңазытқышқа сақтаймыз. Мен арнайылап осы тосап үшін дүкеннен осындай дайын бутылкалар сатып алдым. Соларды бір қабат жақсылап жуып, осындай лекімен құйып алдым. Бұл бутылкалардың арнайы өзінің ашылмаған қақпағы бар. Сол қақпағын салып, дұрыс еткізіп жауып, бір бұрап жібересіздер. Болды, осындай дайын қақпағы бар. Осы дайын қақпақты бір қабат дұрыс еткізіп жауып, кішкене бұрап жіберсеңіздер дайын. Кәдімгі дүкендегі ашылмаған напитоктер ұқсап жабылатын қақпақ. Енді осыны жақсылап сүртіп, тоңазытқыштарыңызға салып сақтайсыздар. Рахат қыстың күні ашып жей бересіздер. Міне достар, осы жасаған жемістен 5 литр тосап шықты. Рахат қыс мезгілінде қайнаған суға немесе шайға салып ішсеңіздер өте пайдалы. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасап алыңыздар осы рецептке қарап. Әрі осы каналға тіркеліп қойыңыз. Өте қажет рецепттермен бөлісіп, видеома арнама салып отырамын. Каналыма комментария бөліміне лайк баспай сұрақ жазсаңыз, мен бірден көрмей қалам. Сондықтан достар, тегін лайкты аямай басып қолдап қойыңыздар. Міне құрметті көрермен, осылай тоңазытқышта сақтаймыз. Менің каналымда басқа да түрлі рецепттер бар. Кіріп көріп, ұнаған рецептіңізді алыңыз. Бүгінше осыны көрсетілімім осы. Сіздерден қолдау күтемін. Келесі жаңа видеомда кездескенше сау саламатта болыңыздар.